Қазақстандық саясаткер, журналист, саясаттанушы, саясат ғылымының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы Саяси ғылымдар академиясының академигі, сонымен қатар Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, дипломатиялық қызметтің еңбек сіңірген қызметкері, Қазақстанның еңбек сіңірген журналисі, Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығының, Ленин комсомол сыйлығының лауреаты, Жетісу облысы Панфилов ауданы Еңбекші ауылында 1945 жыл 12 мамырда дүниеге келген Сұлтанов Қуаныш Сұлтанұлы биыл мерейлі 80 жасқа толып отыр. Қуаныш Сұлтанов еңбек жолын 1961 жылы Сарыөзек ауданаралық баспаханасында баспахана жұмыскер ретінде бастады. 1963 жылдан ол аудандық газеттерде түзетуші, әдеби қызметкер, бөлім меңгерушісі болса, 1964 жылдан кеңес әскерінің қатарында қызметте болды. Тәуелсіздіктің алғашқы күндерінен бастап ел ісіне белсене атсалысып, мемлекетіміздің тұғырын нығайту жолында еңбек етті. Министр, кейін премьер-министрдің орынбасары болып, дипломатиялық қызметте еліміздің қауіпсіздігін нығайтуға зор үлес қосты. Қытай Халық Республикасында төтенше және өкілетті елші болып, сондай-ақ Монғолия, Вьетнам және Солтүстік Корея елдерімен қарым-қатынасты дамыту үшін табанды жұмыс істеді. Қуаныш Сұлтанұлы елімізде парламентаризм институтын дамытуға мол үлес қосты. Жоғарғы кеңесте депутат, төрағаның орынбасары болды. Одан кейін 3 рет сенатта, 2 рет мәжілістің депутаты ретінде заң шығару ісінің бел ортасында жүрді. Өзекті мәселелерді қозғап, қазір де қоғамдық жұмыстан қол үзген жоқ. Қуаныш Сұлтанов Қазақстанның тәуелсіздік жылдарындағы саяси, ақпараттық және ғылыми салаларда елеулі еңбек сіңірген тұлға. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Қуаныш Сұлтановтың елдің игілігі үшін жасаған еңбегін елеп, ең жоғарғы мемлекеттік награданың бірі Отан орденімен марапаттады.